Ораза айы қабыл болсын, оразаның 14 пайдасы туралы айтатын боламын. Видеоны соңына дейін қараңыз. Құрметті алтындарым, ұстап жатқан оразаларыңыз қабыл болсын. Осы айда барлық арман тілектеріңіз орындалсын. Осы видеоға лайк басып және де комментарий жазып, ораза ұстап жатсыз ба, ораза туралы тағы қандай пайдалы ақпараттар білесіз, және ораза ұстап жатқан достарыңызбен бөлісе жүріңіздер. Бірінші, оразаның пайдасы. Ораза лимфоциттердің жұмысын жетілдіреді. Адам ағзасының қорғаныс жүйесін нығайтады, иммунитеттерге қатысты жасушалардың құрамын жаңартып жақсартады. Оразаның екінші пайдасы, ораза адам денесін май басудан, семіруден сақтайды, оның зардаптарын залалсыздандырады. Бұған дұға, Құран, намаз оқып қана қол жеткізуге болады. Үшінші пайдасы, ораза бүйректі тас жинаудан қорғайды, себебі ол кальцийлену процесіне кедергі жасайды, қандағы натрий құрамын көбейтеді. Мұның бәрі несеп жолында тас жинайтын тұздың бөлінуіне тосқауыл болады. Төртінші пайдасы, ораза адам ағзасын жасушалар мен тіндерден түзілетін зиянды заттар мен уланудан сақтайды. Бесінші пайдасы, ораза ұстаған адамның ас қорыту жүйесі, оның қосалқы жүйесі жақсы жұмыс істеп, ас қорыту мен сіңіруге барлық мүмкіндіктер ашылады. Бұл жүйелер дұрыс жұмыс істей бастайды екен. Алтыншы пайдасы, ораза кезінде ауыз бекіткеннен кейін ауыз ашқанға дейін әсіресе жастардың жыныстық сезімдеріне сабырлық орнайды. Бұл жастардың жүйкелік және физикалық қажуын тоқтатып, адамды сабырлыққа үйретеді екен. Жетінші пайдасы, оразаның ақыл естен айырылу дертіне де шипасы мол екен. Мәскеудің психиатрия институты ашығу және диетаның көмегімен ақылдан адасушылықты емдеуге болатынын анықтап отыр. Сегізінші пайдасы, ораза әйелдердің бала көтеру қабілетін арттырады екен. Ер адамдардың бел күші бұрынғыдан да күшейеді. Тоғызыншы пайдасы, оразада су ішуден тартыну ағзаның қуатын нығайтады, оқып үйрену қабілетін жоғарылатады, зердені жақсартып, есте сақтау қабілетін арттырады екен. Оныншы пайдасы, оразада адам ағзасында түзілімнен бұзылым, басылым болып, ол ауру әлсіз жасушаларды жояды. Қайтадан қалпына келтіру кезеңі басталып, жасушалар жаңарады екен. 11-ші, оразада шын жүректен Аллах тағалаға сыйыну, сабыр мен қанағат сезімін сыйлап, ол ағзадағы зат алмасу қызметін нығайтып, адамның тәні мен жанын сауықтырып қуанышқа бөлейді. 12-ші пайдасы, ораза адамды жауапкершілік пен өзін тәртіпке шақыруға үйретеді. Себебі ол оразаны іштей де көптің көзінше де ұстайды емес пе? 13-ші пайдасы, ораза адамды ешқандай пайда көздемейтін риясыз сезімге, төзімділікке үйретеді. Бұл кезде ол аштық пен шөлді, басқа да қолайсыздықты еш наразылық білдірмей көтеруді үйренеді. 14-ші пайдасы, ораза адамға қаржыны қалай үнемдеп, ақша қорын қалай байыпты түрде қалыптастыруға болатынын көрсетеді. Егер әр нәрседе қанағат білдіретін болса, үй шаруасын жүргізуге де қаржы аз жұмсалады екен. Ораза ағзаны жаңартуға әсерін тигізеді. Ораза барлық ағзаға пайдалы. Оразаларыңыз қабыл болсын, денсаулықтарыңыз мықты болсын, сау болыңыздар.